Балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 71-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы халық ұстазы. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Берілген пікірді пайдаланып, Ахмет Байтұрсынұлы туралы әңгімеле. Ахмет Байтұрсынұлы халықтың рухани көсемі. Мұхтар Әуезов. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін. Сәкен Сейфуллин. Біз бүгін ахаңның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуі де бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің әліпбилері. Зейнолла Қабдолов. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы. Рәбиға Сыздық. Тапсырма мәтінді түсініп оқы. Бала Ахмет. Ахмет шыр етіп жарық дүниеге келген Сарытүбек жердің шеті дерлік бір түкпір. Ақкөл атты көлі бар. Сол сайын далада дүниеге нәресте келді. Атын Ахмет деп қойған. Бала өсіп жатты. Қабілетті болып өсті. Айтқанды қағып алады. Зерделі бала. Ол өз бетінше сан алуан кітаптар оқиды. Әдебиетпен айналысады. Ахметтің дамып өсуіне Торғай өңіріндегі ақындық мектебі де әсер етті. Ол Жұмабай, Есенжол, Сейдахмет ақындардың жырларын тыңдап өсті. Домбыраны әрі ақын, әрі композитор Есенжол Жанұзақұлынан үйреніпті. Сейдахмет ақын бала Ахметті ерте ақ танып, елетпей көк өрімдей болғандығын танытқан таңғажайып алғырлығын. Әдейі Ахметке өлең арнап, қолыма домбырамды алдым бүгін. Бақ қонды оннан жаңа асқанында, асарсың өнердің сан асқарында, жарқырап әлі бір күн тұрарсың сен, жұлдыз боп қазағымның аспанында, деген. Дана ақын бала ақынның болашақта қазақ аспанында жұлдыз боп жанатынына сенген. Ахметтің ұстаздық жолға түсуіне Ыбырай Алтынсариннің әсері мол болды. Ол Ыбырай мектебінің үздік әрі жүйрік шәкірті атанды. Ұлы ұстаз қалдырған өнеге мен тәлімді көрді. Оған еліктеді. Қоғабай Сәрсекеев ұлт ұстазы кітабынан. Көк өрімдей. Мағынасы жап-жас. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Мәтінге сүйеніп бала Ахметті сипатта. Бала Ахмет қабілетті, зерделі, алғыр, үздік шәкірт. Төртінші тапсырма. Мәтінде Сейдахмет ақын Ахмет туралы не дейді? Қалай ойлайсың? Ақын үмітті ақталды ма? Мәтінде Сейдахмет ақын Ахмет туралы былай деді. Алғырлығын танытты. 10 жасында басына бақ қонды. Өнердің асқарынан асасың. Қазағымның аспанында жұлдыз боп тұрасың деп үміт етеді. Сейдахмет ақынның үміті ақталды. Тапсырма топқа бөлініп сөйлеуге дайындалыңдар. Бірінші тапсырмада берілген пікірлерді пайдалануды ұмытпаңдар. Бірінші, Ахмет Байтұрсынұлы ақын. Ақын көптеген өлеңдер жазды. Ақынның азаматтық арман мақсаты, ой толғамдары кестеленген. Өлеңдері Маса деген атпен жеке кітап болып жарық көрді. Масаның негізгі идеялық қазығы жұртшылықты оқуға, өнер білімге шақыру, мәдениетті уағыздау, еңбек етуге үндеу. Ақын халықты қараңғылық пен енжарлық сияқты кемшіліктерден арылуға шақырды. Екінші, Ахмет Байтұрсынұлы ұстаз. Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың ұлы ұстазы. 1921-1925 жылы Орынбордағы, 1926-28 жылы Ташкенттегі қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениеті тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы оқу орнына профессор қызметіне ауысты. Үшінші, Ахмет Байтұрсынұлы ғалым. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет зерттеуші ғалым.
Ахмет қазақ әдебиетінің даму кезеңдерін ғылыми негізінде топтап берген. 6-шы тапсырмаға қараймыз. Ахмет Байтұрсынұлы туралы білгеніңді сызбаға түсір. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ұстаз, ғалым. Ахмет Байтұрсынұлының «Досыма хат», «Бақ», «Маса», «Тіл құралы» атты шығармалары бар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.